Міне Татарстанға кетсең, ешмасам, туған тіліңді жұрт тыңлайсың. Біздің халық негізір ұяла, мен Одессада болдым. Әр халық анда өз жырларын қоя, рахатланып, яңғырата. Жоқ, бізде міне ұяла татар халқы. Ана енді мәселен автобуста кетіп барам. Алар өз тілінде қышқытып қоя бүтін салонға. Бір кіші сөз айтмай. Біздің міскін татар автобус ертуші әкірін айтып қойып, өзігіне тыңлап бара. Ұяла кіші нәрсе айтып. Бізде екі дәулет тілі, аның хақы бар. Ол нектір мінәсәбәтлеріні бұзасы келмейме? Шуңа көре дейті міне мен тыңлағаш екі куплетін үлгірмәдім. Бұрылып бірсіңе келдім, жазып алдым енді айтасы келе. Бір яғынан ойлайсың міне, енді мұнда нешіктір бәрі-бір менің бабаларының орны, бабалар, ата бабалар, бұрынғы бабалар, неше екі ғасырлық шында тұрғанлар. Шуңа көре анда әбейінің әтесі болған, алар жәтим өскен енді әбей, әтейінің атасы, әтейінің анасы, шол айтасы келе. Біз енді еләшіп қалдық анда, Қазақстан шегінде. Уақытында ешмасам татар яғы бар еді анда, қазір юққа шығып бара, новостройка қаммасы көшкәш, тілінде антып баралар, көршілері енді бүтән тілді сөйлешкәш, шуға көре тілібіз бітіп бара қызғаншыққа қарсы. Мен анда міне әлі өзіміздің айтайын, хатта шо қазақ кішілерін айтам, қайсылар алар гүл орысша сөйлешелер шунда. Шуға көре Қазақстанға барсалар да аларны ашуланалар, неге сен туған тіліңді білмейсің деп. Мен енді қайсы уақытта ойлаймын, тігінде барып Оренбур яғына қайтырайым, шында тұр едім, туғанлар бек көп деп, әмі анда туған тіліміз бек яңғырамай қызғаншыққа қарсы бәйремдәгіне бір анда-санда. Қазір яры ешмасам интернетқа кіріп, туған тіліңді тыңлайсың, бір нәрсе қарайсың, жырларын тыңлайсың. Әлік болмады, Қазанны тігі радиодан атнасына бір ешетілмей юнләп. Болды бір мезгіл. Тігі өзгәріп құру, яғни перестройка башланғаш, нешіктір болды, қатта телевизордан, Оренбурдан әзірек татарша бір нәрсе берген болдылар. Шуасын біраз татар, мәселен нейінде тілінде балаларыны біраз оқытқан болдылар, қазақ тілінде оқытқанлар, бітті қаммасы, бітті де қалды шул. Енді міне қойт сен анда, жоқ, анда өз тілінде сөйлешіп болмай, тек міне апалар бар, татар болсын, кірәшін болсын, солар білән өз тілінде сөйлешесің, қалғанлары қаммасы орысша. Әлі мен міне бір мұнда апамның қызы гүл алар баласы білән, малайы білән, қызы білән ғайледе татарша сөйлешелері, езіне мәрхум білән апам. Алар жауап бередірі орысша, шынасын түгі кеуге шыққаш, апам айтадыр, орыста яқшы бола, орыста кімге берсе де яраймыш кеуге. Мен айтам, өзімізнікі керек деп, ақырында татарға шықты. Құдағи біздің, мен аны үйретем деп, татарша үйреткен аны. Қазір ұшыраттым, орысша сөйлеше міне. Нешлесің еді міне. Шондай міне, оңайрақ кіші, түгі фикірі туса, ол орыс тілінде, ол орысша сөйлеше. Мен де аны сезмейші, енді тұрыштым, енді сөйлешірге орысша міне шылай. Анда мен бір ярым ай үрдім, тіліне әзірек еғалта башладым. Анда мен татар тілінде видеоларында түсіруін тоқтаттым. Қатнашу да аз болды, татарлар бен тұрасың, алар орысша сөйлеше. Алларға сөйлесің, алар аңламайлар, шына көре нешек оңай болғаш орысша міне. Әгер де шығып кетсең, өзіңнің жөмфариятыңнан, тіліңнен айырыла башысың кен. Шына көре анда-санда бізге керек. Ирактан бір шығып кетсе де қонаққа бәйремлері келіп әзірек нешек хисланып, өз тіліңе нешіктір біраз сұлмы нәрсе деп айтылар. Шулай сулап кетірге керек өз тіліңні шулай біраз тігі кіші бет су астына шуму алдынан сулы да тезірек кіна кислород болсын деп шынасын су астына шумашын кібік келдің Татарстанға, суладың, туған тініңні кеттің бір яққа, біраз яңадан тағы қайттың. Міне шулай бәлкі керектір. Яри, мен мұнда
кибеткә керергә кирәк. Шуңа күрә менә ярый алар ичмасам Башкортстаннан булса да безнең телебездәге исемне куйганнар, ансына да рәхмәт әле. Эштә дә анда әзрәк теге пакетларда бераз татарча язгалаганнар, шунысы да шатландыра. Әйе, рәхмәт аларга. Ярый, сау булыгыз, сезгә дә рәхмәт.